Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Бүгін 19 наурыз 2026 жыл. Алдында мен осы ауыл шаруашылығы өнімдері туралы, осы пайда туралы, менің анам осындай ақша табады деген видео салған едім. Бірақ осы анамның оқырмандары кейбіреулер сенбей жатыр, күмән келтіріп жатыр, шығын есептесе іштеді. Мен бірақ оны минималды тұрғыда есептеп едім. Енді қазіргі кезде соны тура келді салуға. Анамның табысы туралы анам өзі айтады қазір, себебі алдында осының барлығын салғымыз келді, бірақ мақтанған сияқты болып қалмайық деп ойлап едім. Бірақ осындай оқырмандар күмән келтіргеннен кейін осы видеоны салып жатырмыз. Бұл мотивация ретінде апа қарындастарымызға, аға бауырларымызға міндетті түрде осындай ауыл шаруашылығы 2 сиыр болсын, 3 сиыр болсын ұстап сауса осындай пайдаға кенелетін туралы айтатын боламыз. Ал мама, сөз кезегі өзіңізде. Мына көрермендер сенбей жатыр еді мына сіздердің нелеріңізге, жасаған осындай құнды ауыл шаруашылығы өнімдеріне. Құрметті көрермендер, оқырмандар, ағымыз мол, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын деп, мен сіздерге бүгінгі мына ақ мол болсын деп, сіздерге менің бүгінгі істеген шаруашылықты көрсетейін деп отырмын. Бүгін мен сиыр сауып келіп, 15-20 литрдей сүт сауып келем. Сиырдан әртүрлі шығады. Неге десең, бұзау аш қалмау керек, бұзауға да қалдырамыз. Сол себепті әртүрлі литр аламыз. 1-15, 1-17, сондай. Сол сүтті сауып келгеннен кейін сепаратқа тартып, бүгінгі қаймақты міне сіздерге көрсетіп отырмын. Міне сіздерге бұл қаймақ тартып, міне осы бүгінгі табысымыз міне қаймақ. Бұл қаймақтың литрін 5.000-нан сатамын, жарты литрін 2,5 мыңнан. Ешқандай жан-жаққа сатпай, ауылымызға сатып отырмыз. Бака уақытша, ертең жол аяғы кейінгесін жан-жақтан клиенттеріміз келіп алып кетеді. Көбінесе өзіңіздің таныстарыңыз ғой? Көбінесе өзімнің таныстарым, жылма-жылғы клиенттерім алады. Базарға барып, нетемін, үйден өздері алып кетеді. Одан қалды менің бүгінгі істеген творогым, кешкісінгі. Бұл творогты ірімшік дейді, қазақ. Бірақ бұл творогты ірімшікті, бұл ақ ірімшік дейді. Бұны шекер салып, мына таза қаймаққа былғап, мейізін салып, шай ішуге қоямыз қонақтарға, өзімізге. Бұл жақсы, жаңағы кальций бәрі осында дейді. Сол себепті осыны сатамыз. Килограммын 1,5-мыңнан сатамыз бұны. Килограмм 1,5. Одан қалды менің сүтті пісіріп айран істеймін. Айранды мен құямын. Осындай айранымыз міне. Мынау деген керемет екен. Қасыққа жұқпайды. Міне. Осыны колаға құйып мен сатам. Литрі қаншадан? Мен литрін 300-ден сатам. Полторашкасы 500 деймін. Бұл неге арзан десеңіздер, мен тартқан сүт, мен қайта бұны жаңағы біздің жақта жаңағы ешқандай ысырап қылмай, мен сатып, осыны литрін 300-ден, полторашкасын 500-ден сатып отырам, күніге 10-15 литр. Алдында да. Жетімді қылып отырмын, өзімнің неме қарай. Қазір тартқан сүт болғасын арзан болып шығар. Тартпаған сүт болса, онда ол қымбатқа сатылады. Бірақ мен оны тартпай үйтпаймын, тартып қана үйтіп сатамын. Содан 5 литрлікке клиенттерінің заказы бойынша осы мыналардың бәрі заказ маған. Қазір оны алып кететін. Мына 5 литрлікке құйып қойдым айранды. Міне. Қазір келіп алып кетеді. Міне осы мына не. Тағы да бар еді негізі әкелмеді. Бәрін құйып дайындап клиенттерге өздері алып кетеді келіп үйден. Мынау бұл деген сүзбе деп аталады. Бұл сүзбенің килограммы 2.000-нан саттым. Әсіресе күздігінде мықты өтімді. Сентябрь, октябрьден бастап мықты өтімді. Қазір тек заказ берушілерге ғана істеймін. Бұны сүзіп, пісіріп, үйтіп, неге құямыз қапшыққа.
қалтаға. Сосын сүзіп, бұны тұздап, осындай ыдысқа салып қоям. Бұны ет жегенде сорпаға салып ішеді. Ол мына солтүстік, оңтүстік Қазақстандар бұны құрт салады екен сорпаға. Біздің мына батыста бұны сүзбе қылып істеп, осыны сорпаға салып ішеді. Я болмаса шалап қылады. Шалап ол айранның бір түрлі сусын ішсең, енді шөліңді басады. Бұны деген шалқар суға салып былғап, езіп ішеді. Я болмаса сорпаға салып ішеді. Сосын осындай біз сүзбе істейміз осылай. Бұл да айран сияқты бір түрі, бірақ бұл кәдімгі қапшықпен сүзіп барып істейміз бұны. Бұл да заказыменен жаңағы істеп қойдым. Ал енді мынау сыр дейді, бұл ірімшік. Бұл да ірімшік. Кәдімгі дүкеннің сыры, килограмдап сататын. Бұны мен істейтінім, творогты алып істеймін, творогты құрғақ қылып. Бұл құрғақ қылып істеп алғаннан кейін бұған нан соусын салам, жұмыртқасын салам, тұзын салам. Сосын бір сағат, 2 сағат қоям. Қойғаннан кейін май жағып қазаныма ерітем. Сол кезде кәдімгі сыр болады. Сыр болады, кәдімгі дүкенде сататын сыр болады. Бұны кесіп, мама, сіз жалпы мына әрбір нәрсеге тоқталу керек сияқты ғой сіздерге. Болашақта видеолар болады. Осындай сырды да салуға болады. Мына сүзбеңізді де салуға болады. Себебі мына көрермендер кейбіреулер үйретіңізші, анаңыз осындай мықты біледі екен деп мақтап жатыр да. Сондықтан да алдағы, құрметті достар, алдағы уақытта анамның міндетті түрде видеоларын саламыз. Осындай сырын, андай сүзбе дейді біздің жақта, мүмкін сіздерде қалай екен білмеймін. Творог, оны да ірімшік деп атайды. Барлығын салатын боламыз, егер сіздер қаласаңыздар, әрине. Мына құрт. Құрт. Бұны бәрі де біледі ғой енді. Бұл белгілі нәрсе. Сондықтан да мына айтайын деген нәрсе, мына біреулер айтты алдында, бір апамыз. Айран, тартылған сүт қой, оны не істейсің салып деген сияқты. Бұл ысырап қылмас үшін анам айтты, тартылған сепаратордан өткен сүт, тартылған сүт, көк сүтті анам ысырап қылмай айран қылады. Енді айтайын деген нәрсем, бұл ана энергетикалық сусындар 0,5 шығар, қателеспесем, мына горилла, соны тұтынады адамдар. Оның қасында мынау деген бір жер мен көктей ғой пайдасы. Бұл ішсең тамақ, нанмен жесеңіздер. Сондықтан да оны бір ондай кекетудің де қажеті жоқ сияқты да, көк су ғой деген сияқты. Бұл көк су болса да айран қылып тамақ болып отыр да. Сондықтан да міндетті түрде осындай менің анам сияқты ысырапқа бой алдырмай осындай нәрселер жасауларыңызға болады. Айтайын деген осы, бір мақтаншақтық емес, бұл Алла сақтасын, рия үшін емес, тағы да қайталап айтам. Бұл анамның еңбегі, маңдай тері. Біздер осылай жәрдем береміз, жағдай барынша. Анам осы ауылда отырып, пайда тауып отыр деген бір мотивациялық видео бұл, жай ғана. Ал егер алдағы уақытта анам осындай өзінің білімімен бөлісетін болады, міндетті түрде. Қалай жасалынады, өзінің сыры, ірімшігі, сүзбе дейді біздің жақта, соның барлығын. Айран қалай ұйытады, соның барлығын айтады. Сіздермен бірге тағы да ауыл әлемі арнасы. Егер видео ұнаса, міндетті түрде реакцияларыңызды білдіріңіздер, айта отырыңыздар, тіркеліңіздер. Сол қысқаша. Анашым, сіз не айтасыз, мама? Енді көрермендеріме, оқырмандарға күнде қарап отырыңыздар ауыл әлемін. Кездескенше, жүздескенше сау саламат болыңыздар.